Сабақ тақырыбы жануарлардың қозғалу мүшелері. Бір жасушалы жануарлар су қоймаларында, ылғал жерлерде немесе басқа тірі ағзалардың ішінде паразитті түрде тіршілік етеді. Бір жасушалылардың басым қозғалу мүшелеріне талшықтар жатады. Прокариотты ағзалар бактериялардың қозғалу мүшесі біреу немесе көптеген талшықтар. Эукариотты ағзаларда, мысалы, бір талшықты жасыл эвглена, трипаносома, 2 талшықты бодо, 8 талшықты лямбля сияқты қарапайымдылар жатады. Келесі қозғалу мүшесі кірпікшелер. Олар едәуір қысқа әрі көп болады, мысалы, кірпікшелі кебісше. Келесі қозғалу тәсілі жалған аяқтар. Бұл уақытша өскіндері дененің кез келген бөлігінде түзілетін жасуша цитоплазмасының томпайуы, мысалы, амебалар жатады. Көп жасушалы омыртқасыздардың қозғалу мүшелері алуан түрлі. Құрттарда алғаш рет дербес бұлшықет жасушалары пайда болды. Олар жабынмен бірігіп кететін бұлшықеттерден қабат түзейді. Мұндай жүйені тері бұлшықет қапшығы дейді. Ұлуларда бұлшықет жүйесі әсіресе бас аяқты ұлуларда едәуір дамыған. Буын аяқтыларда алғаш рет бұлшықеттердің жеке шоғыры пайда болды. Дененің бір сегменті қозғалу үшін бір шоғыр жиырылады және қалғандары демалып энергияны үнемдейді. Жалпы барлық омыртқалылардың тірек қимыл жүйесі ұқсас. Бұл ішкі қаңқа, сүйектер және оған бекіген бұлшықеттер. Бұлшықет жиырылып сүйекті өзіне тартады, дененің белгілі бір бөлігі жылжиды. Омыртқалыларда қозғалу мүшесі тіршілік ортасына тәуелді. Мысалы, балықтарда қозғалу мүшесі жүзбе қанаттар. Құрлықта тіршілік ететін қозғалу мүшелері 2 немесе 4 аяғы бар. Ал жылан денесін ирелеңдетіп жылжуға бейімделген. Ауада қалықтауға мүмкіндік беретін қанат құстарға тән. Су тіршілік ортасын мекендеушілердің есу үшін жүзбе қанаттары болады. Оларға балықтар, теңіз тасбақалары, сүтқоректілердің ішінде киттер мен теңіз түлендері, теңіз мысықтары, тіптен пингвин құстары да жатады. Олардың қанаттары пішіні жағынан жүзбе қанаттарға ұқсайды. Суда жылжудың тағы бір маңызды әдісі реактивті қозғалу. Яғни ағза өзіне суды жинап алып, одан кейін үлкен күшпен шығарса, дене қарама-қарсы бағытта қозғалатын болады. Оларға медузалар, 8 аяқтар, каракатицалар осылай жылжиды. Топырақта қозғалған кез келген жануарлар аяғын немесе денесін қолданады. Енді оқу тапсырмасы. Төменде кестеде берілген тіршілік ортасына жануар мысалы мен қозғалу тәсілдерін сипаттап жазыңыздар. Сіздермен болған мен Рауа Болатбекқызы. Келесі кездескенше.